Кайрылы күн, айран косулган шелпек дайындаймыз. Бір жұмыртқаға бір ас қасық құмшекер қосып, жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық тұз қосып, бөлме температурасындағы жылы айран және бір шай қасықты толтырмай ас содасын қосып араластырамыз. Ұнның жартысын қосып араластырып, қалған ұнды салып араластырамыз. Жұмсақ қамыр иілеп, 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырды жетіге бөліп, пищевой пленкамен жауып, әр бөлікті 19-20 сантиметрдей жаямыз. Қазанға сұйық майды құйып, қыздырып, шелпекті салып, сағат тілімен айналдырып, қызартып пісіріп аламыз. Жылдам дайын болатын рецепттің бірі, жасап көріңіз, ас болсын.